Білім мен тәрбие егіз ұғым. Мектеп бітіріп алтын ұясынан біліммен қоса тәрбие алып, өз ата-анасын қуанышқа бөлеп жатқан балаларымыз қаншама. Бүгін Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебінің бітіруші түлектерге арнайы сертификат пен мектеп бітіруші аттестаттарын тапсырды. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебінің директоры Қалиева Жанар Серікқызы сөз алып, оқушылардың алған білімін елге, қоғамға пайдалы ісіне жаратуын, өмірдің биік белестерінен сүрінбей өтіп, бақытты ғұмыр кешуін тілге тиек етті. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар және айналайын түлектер. 2024-2025 оқу жылында мектепті музыкалық мамандықтар бойынша 145 түлек бітірді. Домбыра, қобыз, фортепиано, дәстүрлі ән, эстрадалық вокал, скрипка, саксофон, флейта, гитара. Түлектердің әрқайсысы оқу кезінде шығармашылықты дамытуға және мектеп беделін нығайтуға өз үлестерін қосты. Енді сендердің ән айту, музыкалық аспапта ойнау қабілетін адамдарға өмір сүруге көмектеседі. Олардың рухын көтереді, тәрбиелейді және сұлулықты жасайды. Білім баспалдағында мектеп өмірі бір сатыдан екінші сатыға көтеріліп, бар қиындықты ұстаздармен, ата-аналармен бірге жеңдіңдер. Сендерге денсаулық және барлық үміттеріңіздің орындалуын тілеймін. Сендерге лайықты және сенімді адамдар қоршап, өмірде сенім, үміт және махаббат серік болсын. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебі биылғы жылы 145 оқушы бітіріп шықты. Жарқын болашаққа қадам басқалы тұрған бұл оқушылардың музыкадан кәсіби білімі бар. Сахна өнерін игерген бұл оқушылар кәсіби маман ретінде түрлі аспаптарда өнер көрсете алады. Сахна мәдениетін игеріп, өзін еркін ұстауы, шығарманы асықпай баппен мәнерлеп орындауы әр оқушының шеберлігіне байланысты. Ұстаз шәкіртін жетелеп өнерге қосуы, оны баппен өнерге баулуы ұстаздың шеберлігіне байланысты дейді өнер сахнасында сөз алған ата-ана. Қайырлы күн. Бүгін өте маңызды шара өтіп жатыр. Айналайын алтындарым, бүгінгі жас түлек 2025. Құтты болсын. Сендер бүгін сертификат алсаңдар, осы сертификат кейбіреуіңе еңбек кітапшасы болуы мүмкін. Ертең кәсіби музыкант болып, елге, Қазақстанға қызмет етуге жол ашылды бүгін. Сендер басқа музыкалық білімі жоқ балалардан бір саты әр уақытта жоғары тұрасыңдар. Себебі сендер музыкалық білімді нағыз болашаққа қадам басқан алтын жұлдыздарсыңдар. Ал енді осы сендердің осыған қол жеткізген бүгінгі сіздердің ұстаздарыңыз. Біз үйімізде бір балаға ие болмай, әрең-әрең осы музыкалық мектепке жібереміз. Олар қаншама жастарға білім беріп, үйретіп, сендерге қаншама күндіз түні тапжылмай еңбек етті. Сондықтан да барлық ұстаздарға, сіздерге бүкіл ата-аналардың атынан мен ойлаймын қосылады деп бәрі шексіз алғысымызды білдіреміз. Нөмірі 1 мектеп Астанадағы. Ол нөмір 1 болу керек әрқашан. Оның түлектері де, ұстаздары да. Менің 14-15 немеден бар. Екеуі осы мектепті бітірді. Бірі Алма Есімхановнадан фортепиано бітірді. Қазір Австралияда оқып жатыр. Фортепианода университеттің кружогына қатысып жүр. Екіншісі 5 жыл бойы міне бүгін мен мақтау алдым қағазды.
5 жыл бойы баяннан керемет еңбектің арқасында Асмат Қайыржанова, сіздің арқаңызда, осы мына музыкалық мектептің ұжымының арқасында бүгін мынандай үлкен дәрежеге шығып отырмыз. Немерем бүгін Европаға үлкен соревнованияға кетті, жарысқа. Сондықтан бола алмады. Мен сіздерге айтарым, баяғыда Гераклит айтқан, все течет, все меняется деп. 7 қазына өзгеріп жатыр. 7 ата ұрпақ сайын өзгеріп жатыр. 7 жұрт, 7 ғажап әлемдегі өзгеріп жатыр. Ешқандай өзгермейтін 7 нота. 10 ғасырдан астам бойы, ана 11-ші ғасырда Гвида ойлап тапқан 7 нота бүкіл әлемді шарлап жүр. Ән айтпайтын бір адам жоқ. Сондықтан да осы 7 нотаны білген сіздер бақыттысыздар. Баршаңызға табыс тілеймін. Әсіресе мына ұстаздар қауымына, сіздерге бәріміз басымыз иеміз. Рахмет. Қадірлі ата-аналарымыз, бүгінгі мерекемен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біздің мектеп бітіруші түлектеріміз сіздердің өнер әлеміндегі алғашқы баспалдақтарыңыздың аяқталуымен шын жүрегімізден нөмірі 1 балалар музыка мектебінің ұстаздары сіздерді құттықтайды. Өнер әлемінде қазақ өнеріне жасаған сіздердің кішкентай қосқан үлестеріңізге біздер сіздерге рахмет айтамыз. Жылы жүректеріңізден айналайындар. Міне сіздерге өнер әлемінде табыс тілеймін, творчестволық табыс тілеймін, дендеріңізге саулық тілейміз. Бүкіл нөмірі 1 балалар мектебінің ұстаздар қауымының атынан. Қайырлы күн. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебінің ұжымы, ата-аналар, түлектер. Осы жерге, осы сахна төріне дейінгі кезеңді басып өткен әрбір түлекті шын жүректен құттықтаймын. Ана ретінде айтарым, кеше ғана 1 сыныптағы сөмкесімен қоса өзінің домбырасын арқалаған балапаным бүгін осы түлектер қатарында. Талай, әлде қалай болады екен? Әлде біз осы домбыраны тастапқа кетеміз бе деген сұрақтар өте көп болды. Оның арасында домбырамыз автобуста кетіп қалған, домбырамызды сындырып алған. Оның арасында өте қызықты жайттар көп болды деп айтуға болады. Бұл әрбір отбасының жеңісі деп айтуға болады. Нөмірі 1 музыка мектебінің әрбір ұстазына, әрбір қызметкеріне басымды иіп алғысымды айтамын. Шексіз алғыс сіздерге. Сіздердің тәрбиелеп отырған ұл мен қыздар Қазақстанның көк туын бүткіл әлемге танытады деген үлкен сеніммен айта аламын, нық сеніммен. Құрметті нөмірі 1 музыка мектебінің ұжымы, мықты ұстазды айтқым келеді. Ол Сыздықбай әдемі Малғаздарқызы. Және осы киелі сахнада тұрып, сол ұстазымды құрметтеуге, сол ұстазды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Ұлт мұраты ұрпақ болашағы жолында және өңірдің әлеуеті мен өркениетінің шарықтауында белсенділік танытып, ұзақ жылдар бойы білім беру саласында аянбай еңбек етіп, үлкен жетістіктерге жеткені үшін музыка пәні педагог ретінде білім мен тәрбие беруде кәсіби шеберлігі мен жаңашылдығы үшін құрмет абырой бірлік қоғамдық бірлестігінің ерен еңбегі үшін төсбелгімен марапатталады. Сыздықбай әдемі Малғаздарқызы.
Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебінің оқушылары үшін биыл қуанышты жыл. Олар қосымша білім алып, нөмірі 1 балалар музыка мектебін бітіріп отыр. Бүгінгі мектептің бітіруші құжаттарын алуға келген оқушылардың да ата-аналардың да қуанышында шек жоқ. Құшақ-құшақ гүл шоқтары бір-бірін құттықтап жатыр. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қонақтар және құрбы-құрдастар. Бүгін біздің өміріміздегі ерекше, толқынысқа толы әрі ерекше күн. Біз музыка мектебін аяқтап, үлкен өмірге қадам басқалы тұрмыз. Бұл жолда бізге демеу болған, музыка үйреткен барша жандарға алғысым шексіз. Ең алдымен ұстаздарымызды алғысым шексіз. Сіздер бізге тек нотаны, аспапты немесе вокалды ғана емес, өнерге деген сүйіспеншілікті, тәртіп пен табандылықты да үйреттіңіздер. Әрбір сабақтарыңыз жүрегіңізде мәңгі сақталады. Ата-аналарымызға рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз, төзіміңіз бен сеніміңіз бізге әрдайым күш беріп отырды. Біздің жетістіктеріміз сіздердің де жеңістеріңіз. Сыныптастарым мен достарыма бірге өткізген сәттер, ортақ дайындықтар мен концерттер үшін алғыс айтамын. Бұл жылдарда біз тек бірге оқып қана қоймай, бір отбасыға айналдық. Музыка мектебі біз үшін білім ордасы емес, екінші үйіміз. Енді осы білім мен тәжірибені алдағы өмірімізде өнерімізді одан әрі шыңдаймыз деп сенемін. Баршаңызға рахмет. Алда тек биік белестерде жолығайық. Бәрекелді. Музыкаға берген себебіміз өйткені біздің Нұрисламның атасының арманы болды осы домбыраға беру. Соны біз қолға алып, осы музыка мектебіне келген жайымыз бар. Музыканы жарты жолдан тастап кетпей, соңына дейін жеткізуге дағдыландық, жұмысты соңына дейін жеткіздік. Нағыз қазақ қазағымыз, нағыз қазақ домбыра. Домбырада мен мағынасын түсінгім келді және әр күйдің мағынасы мен авторын білгім келді. Сондықтан мен домбыра ұлттық аспабын таңдадым. Астана қаласы әкімдігінің нөмірі 1 балалар музыка мектебін бітіруші түлектерге барлық құжаттары тапсырылып, ақ тілектерін айтып жатты. Құттықтау сөздер жылы лебіз, ақжарма ақ тілектерін ағынан жardылы айтылды. Кеш соңы мерекелік бағдарлама қоласты. Біз өзіміздің хореография бөлімі мұғалімдеріне рахмет айтамыз.